Париж тұрғындары мені мұқият тыңдаңдар. Менің атым Көбелек адам. Көбелек адам? Леди Баг және Супер Мысық, тап қазір маған тұмарларыңды беріңдер. Екеуіңнің кесіріңнен онсыз да талай адам жапа шекті. Бекерге әуре болма, Көбелек адам. Бұл жерде зұлым адам сенсің. Адамдарды шатастырма. Сен болмағанда бейгүн адамдар құбыжықтарға айналмас еді. Көбелек адам, құлағыңа құйып ал. Сені тапқан кезімізде тұмарыңды бізге беретін сенсің. Көзіңді құрт, зұлым көбелек. Мұнаны біліп жүріңдер. Леди Баг пен Супер Мысық қала тұрғындарын әркез кез келген зұлымнан құтқаруға уәде береді. Жарайды. Қызым! Мәс саған, бетперде киген кім екенін білмеймін, бірақ сонда да өзіне ғашық болып қалдым. Мына қаһармандарды тоқтату оңай емес, өйткені ол шынымен батыл. Тас жүрек олар сүйіктіңді тартып алмақшы. Қаһармандардың тұмарын қолға түсірсең ғана жеңіске жетесің. Құп болады, Көбелек адам. Құтқарыңдар! Сендерге Миленаны ешқашан бермеймін. Соңымнан еріңдер, тас сарбаздар. Біз қоршауға алындық, не істейміз? Оған шабуылдай алмаймыз. Дұрыс айтасың, бірақ Акуманың қайда екенін білеміз. Миленаны ұстаған жұдырығында болу керек. Демек ол... Ол Миленаны жақсы көреді. Таптым! Милена екеуін айыруға болмайды, керісінше қосуымыз керек. Олар бір-бір үшін жаратылған. Бірақ әзірге бұдан хабарлары жоқ. Айтқандарыңды түк түсінген жоқпын, бірақ саған сенем. Өмір бойы солай болатын ішім сезіп тұр. Мен биікке шыққаннан қорқам. Қорқпа, біз жаныңдамыз. Мыналардың жақындағанын күтіп тұрсың ба, сосын не істейміз? Күшімізді пайдаланамыз. Сәттілік тұмары! Парашют? Мен мұны қайтемін? Не істеу керегін білесің бе? Сәлден соң анықтаймыз. Ілінді! Дайындал! Қағып алдым. Енді зұлымдық жасай алмайсың, Акума. Көзіңді құрт, зұлым көбелек. Супер Мысық, айбанды сен құтқар. Жайқан күш! Ұсталдың ба? Ұша ғой, кішкентай көбелек. Ғажайып Леди Баг! Не болды? Саған, сен де мұны көріп тұрсың ба? Иә, сондай әдемі көрініс, тамаша, ғажайып!